Менің әжем интернетте танымал ұзақ жасаушы, ол 130 жаста. Туған күнінде оның қолында кенеттен 6-шы саусақ өсіп шықты. Мен тікелей эфир жүргізіп көрермендерден не болуы мүмкін екенін сұрадым. Сол кезде біреу былай деді: сенің әжең қазір-ақ тірі өлікке айналады. Егер қазір қашып кетпесеңдер, бүкіл отбасың қырылады. Биыл менің әжеме енді ғана 130 жас толды. Ол интернетте өте танымал, үнемі тікелей эфир жүргізіп, ұзақ өмір сүруінің құпияларымен бөліседі. Бірақ дәл туған күнінде мен оның қолындағы 6-шы саусақты өсіп шыққанын байқадым. Бұл саусақ өліктердікі сияқты күңгірт, сұр түстеді. Басқа саусақтардан қатты ерекшеленіп, өте оғаш көрінді. Біз дереу оны ауруханаға да апардық, бірақ дәрігерлер де себебін түсіндіре алмады. Тексерістен кейін әжемнің денсаулығы жас адамдардан да жақсы екені анықталды. Әжем күліп: егер бұл өзімнен өсіп шықса, бұл маған аспаннан берілген шынайы сый болсын. Әже солай деген соң біз де араласпай қойдық. Кешке оның 130 жасқа толғанын атап өту үшін тікелей эфир жүргіздім. Сол жерде әжемде 6-шы саусақ өсіп шыққанын да айтып өттім. Көптеген көрермендер таң қалып тамсанды, бірақ бір ғана қолданушы мынандай пікір қалдырды: сенің әжең қазір тірі өлікке айналды. Бұл өсіп шыққан саусақ өліктің саусағы деп аталады. Әжеңнің жүзіне қарағанда ол жақында толықтай тірі өлікке айналады. Тірі өлік пайда болғанда ол міндетті түрде алдымен 3 адамды жейді. Егер қашып үлгермесеңдер, бүкіл отбасың қырылады. Бұл сөздерді көргенде алғашқы ойым: бұл ақымақтың сөзі. Бұл адам не сандырақтап отыр? Жанкүйерлерім де ашуланып: сенің есің дұрыс па? Бүгін әженің туған күні ғой. Нян, оған мән берме. Қолғың келсе де дәл туған күні бұлай жасама. Ол адам желі қолданушыларынан осындай сөгіс естіді. Әжем ұзақ жасағанмен көзі әлдеқашан нашарлап кеткен. Ол экрандағы жазуларды көре де алмайды. Көзін сығырайтып, не жазып жатқанын сұрады. Мен әжемнің көңілін түсіріп алмаудан қорқып, сені бәрі туған күнімен құттықтап жатыр деп жауап бердім. Әжем күлімдеп шаттана күлді. Бірақ Даос тынбай тағы жазды. Түсінбегендеріңізге айта кетейін, Даос деген Қытайдағы даосизм ілімінің ұстанушысы, яғни рухани жолды таңдаған адам. Сендердің отбасында бұрын асырап алған барлық жануарлар тез өліп қалушы ма еді? Ең ұзақ өмір сүргендері де жарты жылдан артық жасамайтын. Мұны көргенде мен қатып қалдым. Ата-анам мейірімді, үйге үнемі қаңғыбас мысықтар мен иттерді алып келетін. Бірақ не екені белгісіз, ең сау жануарлардың өзі бізге келген соң тез өліп қалатын. Кейбірі бір аптаға да тұрмайтын, ал ең ұзақ өмір сүргендері жарты жылға да жетпейтін. Ветеринарларға апарсақ та дәрігерлер ешқандай себеп таппайтын. Анам болса бізге үй жануарлары бұйырмайды екен деп күрсінетін. Мен бұл туралы интернетте ешқашан жазған емеспін. Бұл Даос мұны қайдан біледі? Мен алаңдай бастаған сәтте ол тағы жазды. Тірі өлікке айналу процесі жақын маңдағы тірі жан иелерінің өмірлік энергиясын сору арқылы жүреді. Сол иттер мен мысықтардың бәрін сенің әжең сорып өлтірген. Мұны оқығанда еріксіз әжеме көз тастадым. Ол тура қарап тұрған сияқты еді. Тіпті ол маған сұсты көзбен қарап тұр екен. Келесі сәтте оның қарасы қайта қалыпты болды. Бәрі маған елестегендей көрінді. Қорқыныш сезілгенмен бейтаныс адамның сөзіне қарап әжемді кінәлағым келмейді. Даос жалғастырды: осы жылы ата-анаңның да, өзіңнің де денсаулығың нашарлап кетті ме? Тіпті жолың болмай жүрген жоқ па? Менің жүрегім шым ете қалды. Расында да бұл жолы отбасымызда бәрі дұрыс болмады. Ата-анам да өзім де жиі ауыратын болдық. Бұрын мен өте мықты едім. Анам кенеттен жұмысынан айырылды, ал мен университетке тапсыру емтихандарынан құладым. Бұрын үнемі үздік үштікке кіретмін, бірақ орташа оқу орнына ғана түсе алдым. Әжең сендердің өмірлік күштері мен жолдарыңды сорып алды, сондықтан денсаулықтарың нашарлап жатыр. Ал оның шыққан өліктің саусағы, ол жақында толықтай тірі өлікке айналатынын білдіреді. Бүкіл отбасың оның қорегі. Осыны оқығанда шынымен дұрыс еместігін сездім. Сол сәтте әжемнің әжім басқан қолы иығыма қойылды. Оның көз қарашықтары катарактадан бозарып кеткен. Ол көзін сығырайтып экранға қарап: маған олар туған күнмен құттықтап жатқан сияқты. Болмаса неге мұнша ұзақ жазады? Мен асығыс. Әже, бәрі сені ұзақ өміріңмен құттықтап, өмір салтыңмен бөлісуді сұрап жатыр дедім. Әжем баяу жымиды. Бұрын оның тістері жоққа жақын еді, санаулы ғана болған. Бірақ енді оның жаңа қатар ұзын, өткір тістері өсіп шыққанын байқадым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Осы сәтте Даос жеке хабарлама жібергенін көрдім. Егер әлі сенбесең, әжеңнің қол аяқтары ұзарып, тырнақтары өспегенін тексеріп көр.
Мен абайлап көзімді түсіріп әжемнің тырнақтарына бір сәт қарап қойдым. Бұрын оның тырнақтарында дерматит болған, қазір олар қарайғаны болмаса, ұзындығы бойынша әдеттегідей көрінді. Мен ішімнен жеңілдеп демалдым, бірақ дауыс тағы жазды. Сенің әжең жай ғана тырнақтарын қысқартқан, бүгін түнде әжеңнің тырнақтарына қара. Тірі тырнақтары түнде өсіп тұрады. Оның тәні енді адамдікі емес. Қазір әжең әлі толық тірілікке айналмаған, мен оны әрі қарай тоқтата аламын. Тез маған өзіңнің мекен жайыңды айт. Мен барып әжеңді тыныштандырамын. Мен түрліктім. Сол сәтте тағы бірнеше жеке хабарлама келді. Оларды бірнеше жазылушым жіберіпті. Олар қатты ескертті. Дауысқа сенбе, әсіресе үй мекен жайыңды берме. Себебі соңғы кезде желіде мекен жайларды біліп алып, қолданушыларға келіп шабуыл жасаған деген жағдаяттар шығып жатқаны рас. Әже, қазір ұйықтайтын уақытың, біз эфирді аяқтаймыз дедім. Әжем күлімдеп бәріне қош айтты да бөлмесіне кетті. Біраздан кейін бөлмеден оның жеңіл қорылдаған дауысы естілді. Мен әжемнің шынымен ұйықтап жатқанына көз жеткізіп, біраз күтіп абайлап бөлмесіне жақындадым. Әжем көздері жұмулы, кеудесі бір қалыпты көтеріле түсіп жатты. Ол қатты ұйықтап жатты. Қолыма пышақты дірілдеген қолыммен алып жақындадым. Әжемнің қолына кішкентай тілім жасадым. Келесі секундта оның қолынан ашық қызыл қан шыққанын көрдім. Әжемнің қаны қара емес еді. Мен жеңілдеп демалдым да, алаяқтың сөздеріне сеніп, әжеме жара салғандай сезініп қатты ұялдым. Мен дауысқа ашуланып, сен алаяқсың деп жаздым. Дауыс жауап жазды. Сенің әжеңнен қызыл қан ағып жатыр, өйткені оның үстінде адам терісі бар. Бұл алаяқ әлі де сандырақтап тұр. Сенің әжең өте ақылды, өзінің өліктерді тірілткенін біліп қояды деп, ол алдын ала дайындалған. Егер ол басқа бірінің терісін киіп қойса, демек сендердің жанұяларыңнан біреуі одан зардап шеккен. Дауыстың сөздері маған әзіл сияқты көрінді. Ол күннен күнге әртүрлі нәрселерді айта түсуде. Егер ата-анамның біреуін өлтірген болса, олар қалайша менің алдымда тыныш тұрмақ? Мен бұл адамның жай ғана жалған ақпарат айтқанына сендім. Дауыс: мен сенің не айтқаныңды білемін. Сенің ата-анаңнан біреуі өлтірілген, ал сенің әжең сол кісінің терісін киіп жүр. Мен таңырқап сұрадым. Егер менің ата-анамның біреуін өлтірген болса, олар менің алдымда қалай жүр? Сенің ата-анаңның біреуі өлген, ал әжең соның біреуін иемденіп жүр. Егер ата-анамның біреуісінің терісін иемденсе, онда неге терісі бүтін? Себебі сенің әжең екеуісінің біреуінің терісін жамылған, соның ішінде жақын адамның терісі өліктер үшін ең керемет боп саналады. Теріс ауыстырылған адамның мойнында айқын шырам болады, тексеріп көр. Дауыстың көзін ашу үшін оны шындыққа көндіргім келіп, жаңалықтарды іздей бастадым. Әрі таңырқадым, шынымен бір дерек шықты. Бұл дәл өткен аптада болған екен. Бір курьер жігітті біреу тірідей терісін сыпырып тастаған, және денесін өзенге тастаған. Мен сол өзеннің фотосуретіне қарап қатты таң қалдым. Өйткені ол өзен біздің үйге өте жақын екен. Мен курьердің суретін іздеп тауып, оны көргенде ол маған бұдан да таныс болып көрінді. Иә, ол сол бірнеше күн бұрын ол бізге доставкамен үйімізге тамақ жеткізген жігіт еді. Сол түнде мен шашликке тапсырыс берген едім, және дәл сол курьер әкелген. Менің артымнан бір суық есіп тұрғанын сезіндім. Біреу менің жанымда тыныс алып тұрғандай болды. Мен орнымда тұрып қалдым. Көз қиығымен байқап қалсам, әжем, ол жаңа ғана төсекте жатқан еді, бірақ енді қалай екені белгісіз, ол менің артымда тұр. Мен қатты қорықтым. Ол сұсты бетімен менің артымда терең тыныс алып тұрды. Тіпті қорыққаным сонша айқайлай жаздадым, бірақ сабырлы түрде. Әже, сен не істеп тұрсың? Мен сені қорқытқым келді. Сен сонша қорықтың ғой. Сен сондай үрейшілсің. Мен күлімсіреп, тез өз бөлмеме қайтып келіп, төсекте отыра қалдым. Мұндай сәйкестік қалайша болуы мүмкін? Курьер жігіт бізге келгеннен кейін көп ұзамай қайғылы жағдайға тап болыпты. Бұл дауыстың айтқанымен шынымен сәйкес келе ме? Оның терісін сыпырып алған екен. Сонда дауыстың сөздері рас болғаны ма? Шынымен ақ әжем біреудің терісін киіп жүр ме? Осы ой келгенде денем тітіркеніп, қатты үрейлендім. Егер бәрі рас болса, әжем ата-анамның біреуін өлтіріп, оның терісін жамылып жүр. Мен қорыққаннан дауысқа дереу хабарлама жаздым. Енді сен тұрсың ба? Тез мекен жайыңды айт. Ол тірі өліктердің әдісін толық меңгеріп кетпеуі керек. Мен оған мекен жайымды жазбақ болған едім, кенет басқа біреуден жеке хабарлама түсті. Сен Дауыс деген адамнан жеке хабарлама алдың ба?
Ол әжең тірі өлікке айналады деп айтқан емес пе? Күмәніміз бар. Ол терісі сыпырылған курьердің ісі осы дауыспен байланысты болуы мүмкін. Соңғы күндері біз осы адамды тексеріп жүрміз. Мен сенің тікелей эфиріңді, пікірлеріңді көрдім. Оған ешқашан сенбе. Ең бастысы үй мекен жайыңды айтпа. Мен бұл сөздерді оқып қатты абдырап қалдым. Бәлкім сол курьерді өлтірген де осы дауыс болуы мүмкін. Мен дауыстың интернеттегі белсенділігін бірнеше рет тексердім. Ол әдейі адамдарды қорқытып, үрейлі сөздер таратып жүреді. Менің ойымша, ол қорқыту арқылы адамдардың мекен жайларын біліп алмақшы. Ол кісінің айтқандары өте қисынды еді. Егер расымен сол қылмыскер болса, бәрі өз орнына келеді. Менің әжем ешқандай өліктермен байланысты рәсім жасамайды. Ол қарапайым ғана қария. Мекен жайды дауысқа жібермегеніме шүкір дедім. Уайымдамаңыз, біз ол дауыстың мекен жайын анықтадық. Полиция жақын арада барып ұстайды. Мен оған асығыс рахмет айттым. Ал дауысқа маған енді жазба деп жібергенімде, ол кенет мынандай хабарлама қалдырды. Саған интернетте жазып отырған адам әжең емес екеніне қалай сенімдісің? Хат жазу тұрмақ, әжем тіпті әріпті де дұрыс көрмейді деп ойладым. Бірақ артыма қарасам, әжем еңкейіп, қолында телефон ұстап, бірдеңе теріп отыр екен. Сол кезде денем түршігіп кетті, бірақ мен бәрібір дауысқа сене қоймадым. Түнде жасырын түрде оның тырнақтары өскен-өспегенін тексермек болдым. Бір кезде анам базардан келді, мен оны байқатпай сырттай бақыладым. Егер дауыстың айтқандары рас болса, ата-анамның біреуі әлдеқашан өлген болуы керек еді. Бірақ анам бұрынғыдай еш өзгеріс жоқ. Қызым, неге мені бастан аяқ сүзгідей тесіп қарап тұрсың? Мен абыржып, жоқ, ештеңе емес дедім. Сол сәтте оның желкесінде кішкентай жараға ұқсас ізді байқап қалдым. Жақындап қарамақшы болып едім, анам бірден. Шыныңды айт, неге бүгін маған біртүрлі қарайсың? Ас дайындаймын. Жолыма тұрма, деді. Ол ашулана бұрылып мені шығарып жіберді. Ал егер бұл із теріні сыпырғаннан қалған белгі болса ше? Осы ой миымнан кетпей қойды. Кешкі ас кезінде әжемнің тәбеті керемет еді. Анам әкелген бүкіл сиыр етін жалғыз өзі жеп қойды. Ол етті шайнап жатып, көзін менен алмай қарады. Еттің өзі де әдеттегідей емес, анам оны жартылай пісірілген күйде дайындапты. Қаны әжемнің ерніне ағылып барады, ал оны тілімен жалап қояды. Бір сәтте әжемнің тілі ұзын әрі қып-қызыл болып көрінді. Адамдыкіне ұқсамайды. Жүрегім атша тулады. Әкем бұрынғыша шарап ішіп отыр, ештеңе сезбейді. Мен олардың желкесінде жара бар жоқтығын тексергім келді, бірақ жаз болса да екеуі де мойындарын толық жауып тұратын жейделер киіп алған. Бұл мені одан сайын күдіктендірді. Түн ортасын әзер күттім. Әжемнің қатты ұйықтап қалғанын пайдаланып, ақырын оның бөлмесіне кірдім. Тұтқасын бұрадым, есік бірден ашылды. Ішінде жарық жоқ, көлеңке ғана. Есік бұдан әрі ашылмай қалды. Бір нәрсе тоқтатып тұр. Ай жарығымен қарасам, есіктің қапталында көгілдір сұр қол көрінді. Менің тұла бойым мұздап, денем тітіркеніп кетті. Есіктің ар жағында әжем тұрған еді. Әже, деп дірілдеп дауыстадым, бірақ жауап болмады. Ол басын төмен салбыратып, есіктің арасынан баяу шығарды. Мыжылған бетінде біртүрлі күлкі пайда болды. Нянь, түн ортасында маған неге келдің? Қорқыныштан ішім бүрісіп кетті. Мен тек көрпеңді жауып жатсың ба деп едім. Мен оның тырнақтарына қарауға тырыстым, бірақ жарық тым әлсіз еді. Сол кезде әжем сыбырлады. Нянь, менің тырнақтарымды көргің келіп тұр ма? Мен қыбыр ете қалмай қалдым. Әжемнің аузы құлағына дейін созылып, ол баяу әрі ыңғайсыз түрде қолын маған қарай созды. Мен оның тырнақтарын анық көрдім, қап-қара, ұзын және өткір. Әже, дедім, бірақ сөз тамағымда тығылып қалды. Әжемнің үні кенет ауырлап кетті. Нянь, әжең өмір сүргісі келеді, мені кінәлама. Сол сәтте ол ұзын тырнақтарын менің басыма қарай шаншып жіберді. Мен айқайлап жіберіп, шошынып ояндым. Терге малынып жатырмын, бәрі түс болып шықты. Мен ақырын тұрып әжемнің бөлмесіне қайта бардым. Ол терең ұйықтап жатыр. Ай жарығымен қарасам, оның қол-аяқ тырнақтары шынымен өсіп кеткен. Қап-қара қорқынышта дәл түсімдегідей. Мен демімді ішке тартып, аузыма қолымды қойдым. Сонда ол шынымен өлікке айналмақ па? Мен бөлмеден жайлап шығып бара жаттым. Дәл есікті жабарда көзім шалып қалды. Жаңа ғана жатқан әжем енді төсекте отыр. Оның денесі бүгілген емес, тіп-тік. Бұрынғы әжеме мүлде ұқсамайды. Менің тұла бойымды соғып шымырлап өтті. Ол баяу басын артқа бұра бастады. Мен қарауға батпай, сүріне шалынып өз бөлмеме қаштым.
Төсегіме кіріп қозғала алмай демімді іштей алып жаттым. Сырттан есіктің ашылған дауысы естілді. Жүрегім кеудемнен шығардай соқты. Бір кезде сырттан әлде бір тырсылдаған дыбыс шықты. Ұзын тырнақ еденмен сүйретіліп келе жатқандай. Қорқынышты елес көз алдыма келді. Әжем бөлмесінен еңбектеп маған қарай жақындап келеді. Дыбыс менің есігімнің алдында тоқтады. Мен дірілдеп суық терге баттым. Есіктегі құлып баяғыда сынып қалған. Мен оны жаба да алмаймын. Ал көрпеден шығуға батылым жоқ. Келесі сәтте есік тұтқасы жайлап төмен түсті. Есік ашылды. Сыртта өлі тыныштық. Көрпенің ар жағынан сәл бүкшиген бір көлеңкенің маған қарай жақындап келе жатқанын сездім. Әжем менің төсегімнің қасына тоқтап, қозғалыссыз тұр. Оның қолы ақырын маған қарай созылып келе жатыр. Сол сәтте бойымды қатты қорқыныш билеп, денем дірете қалды. Бірақ келесі секундтақ дәлізден әкемнің дауысын естідім. Анашым, түннің ортасында нянyaның бөлмесінде не істеп жүрсіз? Әжем қолын бірден артқа тартып алды. Няняң кішкентайынан көрпесін ашып тастап жатады. Сол үшін тексеруге келдім деді. Бірақ мен оған еш сенбедім. Ол маған қорқынышты болып көрінген. Мен әжемнің шынымен тірілікке айналмақ болып жүргеніне сене бастадым. Бірақ неге? Ол бізге әрдайым мейірімді болды ғой. Бала кезімде ата-анам жұмыста жүргенде, мені өсіргенде сол еді. Мен ауырғанда қасымда түнімен ұйықтамай отыратын. Не сұрасам да қолдан келгенше тауып беруге тырысатын. Оның бізді өлтіруге дайын, тірі өлікке айналатынына сену мүмкін емес еді. Әкем де күліп: Нянь, енді бала емес, сіз де жас емессіз, түнде мазаламаңыз, барыңыз демалыңыз деді. Әжем маған тағы бір қарап бөлмеден шығып кетті. Бірақ мен жалғыз қалуға қорықтым. Әкеме қарап күмәнмен: әке, бүгін сіздің бөлмеде ұйықтасам бола ма дедім. Қазір мен анамнан гөрі әкеме көбірек сеніп тұрмын. Өйткені ол әжемді дер кезінде тоқтатты. Анам әкемнің қорлын ұнатпағандықтан көп жылдан бері бөлек ұйықтайды. Әкеммен бірге бара жатып әжемнің бөлмесіне көз қиығымды тастағаным сол еді. Қатты өкініп қалдым. Әжем басын есіктен шығарып, ешқандай эмоциясыз маған тіке қарап тұр. Қатты шошып, дереу көзімді алып кеттім. Сол сәтте ішімнен болды, мекен жайымды дауысқа жіберемін деп шештім. Әкемнің бөлмесіне кіргенде ғана бойым біршама тынышталды. Әке, сізге әжем біртүрлі болып көрінбей ме деп сұрадым. Әкем әдеттегідей сабырлы: мен ештеңе байқамадым, бірақ сен сонша уайымдап тұрсаң, бір жағдай есіме түсіп тұр. 2 жыл бұрын сен лицейге басқа қалаға кеткенде әжең ауыр халге түсіп, дәрігерлер тіпті өлім туралы қағаз дайындап қойған еді. Біз сені алаңдатпайық деп ойладық. Сол кезде бір дауыс келіп әжеңді құтқара алатынын айтты. Мен де ондайға сенбейтінмін, бірақ ол әжеңе бір нәрсе сыбырлап айтқаннан кейін оның жағдайы кенет жақсарып кетті. Бірақ ол көшіп кеткен соң ол кісіні қайта көрмедім. Мен әкемнің сөздерінен тітіркеніп қалдым. Демек бәрі сол кезден басталған. Бұл дауыс кім болды екен? Әкем оның атын есіне түсіре алып, мен асығып дауысқа мекен жайымды жібердім. Ол бірден жауап берді: мен сендерден алыс жердемін, тіпті асықсам да 3-4 сағатта әрең жетемін. Ал бүгін түнде әжең адамдарды жеуді бастайды. Оның басқарған денесі әлсіз. Олар адамды аяқ киім иісімен табады. Мен аяқ киіміме қарап, бірден шешіп шкафқа тығып жібердім. Сол сәтте жанымда тұрған әкем көзін сығырайтып бір түрлі үнмен: нянь, сен неге шкафтың ішінде жасырынып тұрсың? Денем мұздап кетті. Мен әкеме үреймен қарадым. Ол шкафқа жақындап есігін ашты. Жоқ, сен мұнда жоқсың. Нянь, мен неге сені таба алмай тұрмын? Мен қорыққанымнан бөлмеден жүгіріп шықтым. Сырттан қарап едім, әкем шкафтың жанында айналып жүр екен. Сол кезде ғана түсіндім, әжемнің жеген адамы менің әкем. Дауыс тағы жазды: тез тығылатын жер тап, есіктің алдына күріш шаш, сонда әжең жақындауға бата алмайды. Мен мамамның бөлмесіне тығылмақ болдым, бірақ күрішті алмақ болып ас үйге барғанда әжем маған қарай келе жатыр екен. Ол суық көзбен қарап жай ғана: нянь, түнде не жүгіріп жүрсің? Мен оның сол қолына да 6-шы саусақ пайда болғанын көрдім. Әже, мен су ішейін деп едім. Түсіндім. Мен ас үйге жеттім, бірақ күріш салынған ыдыс жоқ. Ол мүлде жоғалып кетіпті. Мен жанталаса іздей бастадым, бірақ таппадым. Сол кезде дәл артымнан дауыс шықты. Мен бұрылсам, әжемнің қолында күріш салынған ыдыс тұр. Нянь, сен мұны іздеп жүрсің бе? Мен шыңғырып жібердім.
Төмен жарықта оның бетінде де, денесінде де сұр өліктің дақтары пайда болғанын көрдім. Оның ұзын тырнақтары шкафты тырнап, шыңылдаған дыбыс шығарып тұрды. Әжем күбірлеп тұрды. Мен саған мекен жайды ешкімге айтпа дедім. Неге тыңдамадың? Ол маған жақындады. Ұзын тырнақтары басыма тиердей болып қалды. Мен соңғы күшіммен әжемді итеріп жіберіп, дәлізге қарай жүгірдім. Анама бірдеңе болмауы керек деп ойладым. Әкемнің бөлмесінің жанынан өткенде, ол әлі де мені сол шкафта іздеп жүр екен. Тура сол сәтте мамамның бөлмесінен дауыс шықты. Лауся, маған су берші, шөлдеп тұрмын. Мен орнымда сілейіп қалдым. Әкем есіктен кірмек болған сәтте мен жылдам ішке кіріп кеттім де, есікті ішінен жауып алдым. Анам төсекте көздері бақырайып отырды да түсінбей маған қарап қалды. Қызым, не болды? Мен не деп түсіндіретінімді білмедім. Турасын айтсам сенбейтіні анық. Тек әкем мен әжем қазір өте қауіпті, өздерін бір түрлі ұстап жүр. Есікті ашпа деп айтуға ғана шамам келді. Анам аң-таң болып қалды. Қызым, ұйқысырап тұрған жоқсың ба? Сырттан әкемнің дауысы естілді. Аш, саған су құйып келдім. Анам есікті аша бермек еді, жолын бөгіп жібермеді. Абырой болғанда күшім анамнан басым. Мен, есің дұрыс па? Есіктің сыртында әкем ғой тұрған. Қазір ашсақ екеуміз де құримыз дедім. Сыртта әкем шыдамы таусылып, есікті қайта-қайта соға бастады. Осы сәтте анам да бір гәп барын сезді. Әдетте әкем бұлай жасамайтын. Нян, әкеңе не болған өзі? Есік әрең шыдап тұрды. Оны қағып аша алмады. Содан соң әкемнің кетіп бара жатқан аяқ дыбысы естілді. Жеңіл демала бергенімде кенет балкон жақтан дыбыс естілді. Бұрылып қарағаным сол еді, жүрегім тоқтап қала жаздады. Әкем бөлмемнің балконынан түсті. Бізге қап-қара көзімен қадалып, неге кіргізбейсіңдер? Балкон есігі мүлде құлыпталмаған екен. Гүрс етіп ашылып кетті. Мен сасқанымнан анама аяқ киімін шешіп, төсектің үстіне лақтыруды айттым. Анам тыңдап солай істеді. Келесі сәтте әкем тура төсекке беттеді. Мұнда жоқ, мұнда да жоқ. Қайда тығылдыңдар өзі? Мен анамның қолын ұстап жуынатын бөлмеге қарай зыта жөнелдік. Қызым, не боп жатыр өзі? Айтшы. Мен әжемнің тірі өлікті тірілтпек болып жүргенін айттым. Анам естіп сілейіп қалды да түсінбей дал болды. Әжең бізге әрдайым қамқор еді. Ол неге бізді өлтіргісі келсін? Ол туған ұлы ғой. Анашым, әжем жақында тірі өлікке айналады. Бізге шабуыл жасайды. Бірақ көмектесіп жүрген дауыс қазір келеді. Ең бастысы, бұл жерден шықпаймыз. Дәл осы кезде дауыс хабарлама жіберді. Жарты сағатта жетемін. Біз екеуміз жуынатын бөлмеде тығылып отырмыз. Әжем мен әкем әзірше кіре алмай тұр. Дауыстың келесі сөзі тұла бойымды мұздатты. Анаңның әлі де шынымен анаң екеніне сенімдісің бе? Неге бұлай деді? Деп аңырқап қалдым. Көз қиығымен қарасам, анам маған бір түрлі көз тастап тұр. Дауыс тағы жазды. Егер әжеңнің екінші қолында 6-шы саусақ шықса, демек ол отбасыңның екінші адамында құртып үлгерген. Бұл хабарламаны оқығанда денемді бастан аяқ суық тер қаптап кетті. Қарасам, анам байқатпай тура бетіме тақалып қалыпты. Ол маған қадала қарап, ернінің ұшына әлсіз ғана күлкі үйірілді. Нян, мына дауыс саған не деп жазып жатыр? Жүрегім тарсылдап, кеудемнен атқылап шығардай болды. Жылағым келді, бірақ жас шықпады. Ең жаманы, мен өзімді де, анамды да бір бөлмеге қамап алғанмын. Анам салғырт қана. Өзің айтқансың ғой, терісі сыпырылғандардың желкесінде міндетті түрде жара болады деп. Қарап көрші, менде бар ма екен? Ол киімін сылтып тастап, желкесіндегі сұмдық жараны көрсетті. Қашып кеткім келді, бірақ тым кеш еді. Нян, шығуға болмайды деген жоқ па едің? Мен үмітсіз күйде оны итеріп жіберіп, сыртқа шыға жөнелдім. Бөлмеден жүгіріп шықсам, алдымнан әжем келе жатыр. Бұл жолы түрі тіпті сұмдық, беті өліктей бозарып, денесі түгел ісінген. Нян, қайда қашпақсың? Алдымда әже, артымда анам. Мен мүлде тығырыққа тірелдім. Қашар жер қалмаған соң терезеден секіріп кеттім. Абырой болғанда төмендегі диванға құлап, жарақат алмай қалдым. Жүйрейдегі жұмыс бөлмесіне тығылып, есікті іштен ілдім. Дауыс тағы жазды. 10 минутта жетемін. Телефонды қалтырай ұстап отыр едім. Есіктің ар жағында біреудің көлеңкесі пайда болды. Әжем дәл есіктің сыртында тұр. Нян, сенің осында екеніңді білемін. Мына есік мені тоқтата алады деп ойлайсың ба? Келесі сәтте есік соғыла бастады.
қазір әжем бұзып кіретіндей. Қорыққаннан жылап жібере жаздадым. Дауысқа жалына жаздым. Әжем қазір кіріп келеді. Соңғы бір ғана жол қалды. Барлығы сенің батылыңа байланысты. Қандай жол? Адамның өмірлік қуаты үлкен башпайда шоғырланған. Егер өзіңнің бірінші башпайыңды шапсаң, ол қуат уақытша өшеді. Өмірлік қуатсыз сенің орныңды әжең таба алмайды. Мен келгенше аман қаласың. Мен есімнен тана жаздадым. Дауыс айтқан құтқару жолы өз башпайыңды кесу екенін ойыма да сыйғыза алмадым. Үстелде жеміс пышағы тұр. Бірақ өзімді бұған қимақ түгілі пышақты ғана ұстап отырмын. Әжем есікті ашып келер сәт жақын. Мен тістеніп батылдана бастағанымда тым кеш болды. Есік сынып әжем атыла кірді де ұзын тырнақтары дәл төбеме қарай ұмтылды. Абырой болғанда сол сәтте үйге біреудің кірген дауыс естілді. Артындағы дыбысты естіген әжем бір сәтке тосылды. Мен оны пайдаланып, оны итеріп жіберіп дәлізге жүгіріп шықтым. Сол сәтте бізге қарай бір орта жастағы ер адам жүгіріп келе жатты. Бұл дауыс. Мен қуана айқай салып едім, дауыс. Ол иә деп жауап берді. Мен құтылдым деп ойлағаным сол еді, келесі секундта құлағыма сенгісіз сөз жетті. Жылдамырақ, тезірек бол, үлкен башпайыңды кес. Әттең өзің тезірек істегенде, мен сенің орныңда баруға мәжбүр болмас едім. Дауыс маған жеркене қарап, мен сілейіп қалдым. Сіз мені құтқаруға келген жоқсыз ба? Мен сені құтқаруға келген жоқпын. Мен әжеңе көмектесуге келдім. Оны толыққанды түрөлікке айналдыру үшін. Саған башпайыңды кестірткім келген себебі, адамның ең қуатты янь қуаты дәл сол жерге шоғырланған. Онсыз әжең сені оңай құртады. Әжең түрөлікті қалай жасайтынын баяғыда үйреткен. Дауыс менмін. Ол тірі өлікке айналғанда маған ғана болатын тәнге ие боламын. Уайымдама, сені жегізбеймін. Мен саған кішкентайыңнан ақ назар аударғанмын. Сенде 1000 жылда бір рет кездесетін ерекше туа біткен бейімділік бар. Ал жаның мен үшін нағыз деликатес. Дауыстың жүзінде ашкөздік пайда болды. Ол әжеме дереу мені соққылауды бұйырды. Мен оған өлердей өшігіп, быт-шытын шығарғым келді. Ал келесі сәтте таңырқап қалдым. Тіпті дауыстың өзі де таңырқап қалды. Әжем оның бұйрығын орындамай, керісінше тікелей дауыстың өзіне атылды. Дауыстың маңдайына әп-сәтте тесік пайда болды. Бәрі соншалық кенет болды. Қарсылық көрсетуге де үлгермеді. Ой, бұл қалай мүмкін? Ол шарасыз көзін алайтып әжеме қадалды. Әжем сөйледі. Жастау күнімде мен де біраз тылсым ілімдерді үйренгем. Сол кезде-ақ нянь-няньның жаратылысы өзгеше екенін біліп, оған талай жын-шайтандар көз тігетінін сезгем. Сен келген бойда-ақ түсіндім. Мақсатың мені тірі өлікке айналдырумен қатар нянь-няньның жанын жеу. Бірақ мен сүйікті немереме зиян келтіруге мен қалай барамын? Оның сөзін ести сала жүрегім сыздап кетті. Әжем маған бұрылды. Беті әлі де сұп-суық бозарыңқы. Бірақ жымиысы баяғы өзім білетін әжем секілді. Нянь-нянь, қазір менің түрім қорқынышты екенін білемін. Қорықсан, бала кезіндегідей көзіңді жұма қой. Сол кезде мен қатерлісіктің соңғы сатысында едім. Өлім аузында тұрдым. Сен үшін бәріне барам. Сол себепті ешкімнің саған зиян тигізуіне жол бермеймін. Сондықтан мен өзімді әдейі осылай көрсету үшін әдейі түр таныттым. Мен мына дауысты жоюды жоспарладым. Оның айлакер екенін білген соң осындай тәсіл ойластырдым. Дауыс әжеме ызалана қарады да үзік сыбырлады. Демек сен ұлың мен келініңді де өлтірдің. Әжем жымиып. Қалайша ең қымбат жақындарыма қастық жасаймын. Олардың мойнындағы іздерді әдейі қалдырдым. Сені алдау үшін. Ал нянь-няньді көрмей жүргені көздерің уақытша сиқырлап қойғанмын. Әжем маған жасқа толы көзбен қарады. Сен мен тағы бірнеше жыл бірге болсам деймін. Ақ көйлек кигеніңді көрсем деп едім. Бірақ оған жетпейтін болдым. Нянь-нянь, сен мен үшін әрдайым ең қымбатсың. Мен еңіреп жылап жібердім. Дауыс жантәсілім болып бара жатты. Бірақ ұмытпа, сен қайтадан өмірге келер едің. Қазір нағыз түрөлікке айналуыңа бір-ақ қадам қалды. Егер өз туыстарыңның қанын ішпесең, сенің жаның мүлде жоғалады. Келесі сәтте әжем оны мерт қылды. Әжем маған бала күнімдегідей мейіріммен қарады. Жылама, сен қазір ересексің, нянь-нянь. Ата-анаң есін жиғанда бәрін жайлап түсіндіресің. Мен сенің қасында тағы да аз ғана болғым келеді.
жоғалып бара жатып әжем маған мейірлене күліп кетті. Бір аптадан соң ата-анаммен бірге әжемнің қабіріне бардық. Оның ең сүйікті гүлін қойдым. Көз жасымды сүртіп тұрғанда көктен жел есіп бір жапырақ алақаныма қонды. Елестей бір сәт әжемнің сондай таныс, мейірімді күлкісін естігендей болдым.